қазіргі трендтерді қалай қарап отыра аламыз? Бұл ескірген бе, ескірмеген бе? Қолдарыңызда ең жақсы инструмент бар. Ол телефон. Телефонның ішінде Instagram деген программа бар. Instagram деген программаның ішінде шетелдің мықты дизайнерлер бар. Олар күнде пост салып отырады, күнде трендтерді шығарып отырады. Алла қаласа осы жақында бір пост негізі жақсы идея, осы мен өзіме бір түрткі алайын. Шетелдіктердің мықты дизайнерлерін постоянно оқып, соларды қарап жүру. Неге? Себебі Европадан, Америкадан тұрған жел ол бізге де келеді. То есть көбінесе трендтер енді сол жақтан келеді ғой, көп жағдайда. Сол үшін сол жақтың трендтері бақылап жүру керек. Ол Инстаграмда күнде олар пост салады, ол посттарын қарап жүру керек. Сосын тек қана уже Инстаграм емес, Инстаграм телефонда жаңағы Behance деген нәрсе бар, приложение. Приложениесін жазып алсаңыздар болады. Behance-ге кіріп ол жақта да үлкен жақсы дизайнерлердің жұмыстары бар. То есть бағанағы креативный орта деген сияқты ғой, мысалы сіздің айналаңыз сондай креативный бір жақсы жер болса, то есть сізден жақсы идея шығады. Тура сол сияқты сіздің көріп, сіңіріп жүрген көзіңіздің ақпараттары, визуальный ақпараттар сіз қабылдайтын. Сол трендтер, жақсы дизайндер болатын болса, уже сізде насмотренность деген нәрсе бар ғой, жақсы дамиды. То есть сіз уже жақсы дизайн, жаман дизайн деген сияқты айыра алатын боласыз. Жақсы референстер, жақсы дизайндар көбейген сайын сіздің вкусыңызда ары қарай дами береді. Бізде көбісі сол Инстаграмға кірген кезде прикол көреді, одан кейін жаңағы Vine көреді, TikTok көреді, біреудің билеген көреді, ананы көреді, мынаны көреді, ең соңында вкусын танымайды дейді. Значит, оны танымайды, ол дұрыс жолмен өзін дамытпаса. Вкус қашан дамиды, қашан өзін осы жолға арнайды. Жолға арнайды болғанда енді табыс көзім менің осы болады деп шешкен жағдайда ғана, серьезно кіріскен кезде ғана ол кішкене вкус деген нәрселер дамиды да. Болмаса дамымайды, TikTok болып қалады.